Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта қазақ тілі 3 сынып 10 сабақ. Тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Балалар, жанды табиғат туралы мазмұндай аламын. Мәтін және оның түрлері. 38-ші жаттығу. Ұқсас тақырып. Берілген мәтіндерді салыстыр. Ит жақсы дос. Бір адамның иті болыпты. Баланың аты Талғат. Иттің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп, қорыққаннан айқайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп, жүгіріп келеді. Ақтөстің аф деп үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Балалар, енді осы мәтінге қойылған сұрақтарға жауап берейік. Мәтіннің атына назар аудар. Ол негізгі ойдың қысқаша атауы екенін дәлелде. Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың дұрыс бұрысын анықта. Ақтөстің пайдасы бар ма? Балалар, бұл дұрыс ақпарат па? Ақтөстің пайдасы өте көп, Екінші, ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Бұл бұрыс ақпарат, бұл дұрыс емес. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді. Бұл да бұрыс ақпарат, балалар. Ақтөс Талғатқа көмектесті. Қасқырдан құтқарды, Енді төртінші, Талғат оған қатты ренжіді. Бұл да бұрыс ақпарат. Талғат оған керісінше рахмет айтып қуанды. Енді ең соңғысы, ит пен адам дос бола алмайды. Бұл да бұрыс ақпарат, балалар. Ит пен адам дос бола алады. Яғни балалар, біз мәтіннің дұрыс бұрысын анықтадық, Енді балалар, 39-ші жаттығуды қарайық. Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй-жайды жақсы күзетеді. Ит туралы оқылған осы екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Қай мәтінде ит туралы нақты фактілер берілген? Қайсысы көркем мәтін? Балалар, яғни бұлда бірінші мәтінде бұл кәдімгі нақты фактор, Ол өйткені ғылыми дәлелденген деп айтылып тұр, Ал екіншісі бұл көркем мәтін болып табылады. Өйткені біріншісінде ғылыми дәлелденген мәтін, ал екіншісі көркем. Енді балалар, суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы. Ең бірінші суреттегі бұл құмай тазы, ал екіншісі қасқыр ит, яғни овчар. Үшіншісі балалар, төбет. Құмай тазы қазақтың дәстүрлі ит түрі, ұлттық қазынаға жататын жануар. Ал екінші қасқыр ит, яғни овчарка. Бұл итке мықты бұлшық етті, аздап ұзын, тұрқылы дене бітімі сәйкес. Төбет немесе алабай, орталық Азиядан таралған қарауыл және қорғаушы қызметі үшін пайдаланылады. Осылай біздер балалар 3 итке де сипаттама бердік. Тағы да толықтырғыларың келсе, ақпараттарды алуларыңа болады. Енді 40-шы жаттығу. Төмендегі екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы неде? Айырмашылығы ше? Бақа құрлықта да, суда да тіршілік етеді. Сондықтан оны ғалымдар қос мекенді деп атайды. Бұл, яғни ғылыми мәтін екенін дәлелде. Яғни бұны ғылымда зерттелген деп айтылып тұр, қос мекенді екенін ғалымдар зерттеген деп. Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Өз жауабың дәлелде дейді. Балалар, бұл пайымдау мәтіні, Себебі бұнда сондықтан деген сөз кездесіп тұр, балалар. Ал енді соңғы тапсырма, жұмбақты оқып шешуін тап. Сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын шіркей аңдайды, жемге қашан жетем деп. Бұның жауабы жұмбақтың шешуі бақа.
суретте көрсетіліп тұр, иә, төменде. Жұмбақтың көркем шығарма екенін дәлелде деген. Яғни бұл көркем шығарма екендігі өлеңмен жеткізіп тұр, иә. Жұмбақты әдемі тіркестермен өлеңмен жеткізіп тұр. Яғни біз бұндай шығармаларды көркем шығарма деп атаймыз. Балалар, сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.